Әлеуметтік зерттеуге сәйкес интернет арқылы күмәнді ағымға еріп кетудегі бас себептер мыналар. Әуелгісі бастапқы діни білімсіздік. Дұрыс діни ақпараттың болмауы. Сосын әлемді сенімді қайнарлардан үйренбеу. Әлеуметтік қиын жағдайлар, сосын ортаға еріп кету, яғни ұсыныс арқылы. Бұл дегеніміз көрсе қызарлық. Сосын ең бастысы сыни пайымның жоқтығы. Діни білімді өз бетінше үйрену негізі дұрыс емес. Бұл қолжетімсіз дүние дегенді білдірмейді. Бірақ керісінше тым қолжетімді дүниелерді қараған, көрген тұста діни мамандарға, яғни яки басқармаға жүгінген абзал. Тыңдап, көрген діни уағызыңыздың деструктивті ағымда екенін мына бір сөйлемдерден бірден аңғаруға болады. Бұл үнемі қолданып жүрген практикаға сай. Мәселен, демократияны ұстану көпірлік, немесе мемлекеттік басқару Алла елігінде. Заң шығару Алла ісінен бас тарту. Құқық қорғау қызметкерлерінің ісін кәпірлікке балау. Намаз оқымайтын адамға үйленбеу, осындай ашық айыптауларды сөз арасын байқасаңыз, онда бірден тоқтатыңыз. Шет тілінде уағызында рұқсаты бар, әрі субтитрдегі аударманың дұрыстығына баса мән беріңіз. Сенімді ресурстардан білім алудың маңыздылығы өте зор. Мәселен, muftiyat.kz, muslim.kz, azan.kz және asildin.kz секілді 30-ға жуық діни сайт елімізде жұмыс істеп тұр. Бұлар діни басқарма бекіткен әрі дәлелді интернет ресурстары. Дін істер комитетіне қарасы казislam.kz порталында дәлме-дәл ақпаратты бөлісіп отырады. Одан өзге muftiyat.kz сайтына кіріп, онлайн байланыс арқылы түрлі күмәнді сауалға жауап ала аласыз.